Бүгінгі видеода Ринат Грифеш қызбен сөйлесіп, ақыр түбінде ауылға не болғанын білетін боласыздар. Видео өте қызықты болды. Сондықтан каналға тіркеліп, лайк басып, мені барынша тез 10 000 подписчикке жеткізейік достар. Барлығыңызға жақсы қаралым тілеймін. Болды жаным, пока. Аха, пока жаным. Все. Так, телефонды өшірейін. Ема, мен бүгін вообще ұйықтамадым ғой, сағат қанша болды? Сағат 7 болыпты ғой. Айбай. Там ұйықтамасың ғой, қызбен сөйлесем деп. Так, есікті жабайын. Ұйқым келіп жатқандай. Жетелер таң азанмен тұрып қалды. Ешкім жоқ шығар, ебай, ешкім жоқ. Так, бүгін мен не істеуім керек еді? Бүгін мен дейтін магазинге бар продукт алуым керек, және де біз грядканы жинауымыз керек. Так, грядкаға барып қойшы, бірақ мен бүгін грядканы жинауға желанием жоқ. Ё-моё, мыналардың барлығын жина деп тұр ғой. Мынаның еще суын ауысу керек бізге әуітке барып. Ана костикім тастап кеткен. Так, опа, неғып лақтырасақ, мен бетін жаба салу керек. Қызбен сөйлескелі өмірім қызықты бола бастады ма деп қоямды. Мына судың бар, қойш, ертең сенің. Жетел. Чо там, Ринат, қалайсың? Жақсы, өзің қалайсың? Жақсы, чо там кеше, вообще көрінмеді ғой көшеден. Мен ба? Мен бір шаруалармен жүргем ғой. Терезене сығаладық қой, жатсың біреумен сөйлесіп, әмпи-жампи боп. Жетел, сен қалай сөйлесің, маған кетер. Хуа деген ғой, ё-моё, мен аңдыған нес. Так, құрысыншы мен, тасыншы мен. Бүгін дым сем келіп тұрған жоқ, мен сәл ұйықтап алайын да, потом көре жатармыз. Бүгін видеода түсіргірет, оны да түсірмейтін болым ғой. Мына Ринатқа не болған өзі? Онда өзім білмей атым, оған күчеті кешеме шекөшері шықпады ғой. Соны айтам, біз ұмытайын деді ма не ол? Қомашы Ринат онда емес қой. Ринатқа бір бәлем болып жүр. Аз айда кешкене телефонда отырып отыр, жатады, дауысы көшеге қарай шығады ғой. Жаным дей ма, қайырлы түн дей ма, әйтеуір есіп қалдым. Оны бәріміз естідік қой. Солай, короче, оны ше бір бәле қылу керек. Айтпесе ол, мен ше сол біреумен сөйлесіп жүр, или қызбен ба? Явно ол қызбен сөйлесіп жүргені. Білмеймін ғой сондай. Ол Ринат, ё-моё, ол қыз пайдаланып кетпесін. Ринатқа айту керек, абайлаш, аумау. Бізге де внимание бөлмей кетті ғой қыз деп. Соны айтам, айту керек. Так, далада жаңбыр жауып кеткенде ема. Так, қызыма жазайыншы, так, все. Так, привет деп жазайық. Так, привет, опа, в сети отыр екен еще. Так, привет деп, привет деп ответ берді. Сөйлесу керек ойды ма? Сөйлесейік. Так, сөйлесейік деп жаз жедім. Не еткен күтеміз. Окей деп жазы. Қазір онда звондайық бұған. Алло, жан, не істеп жатсың? Жатырмын, өзің? Мен де сол жатырмын, далада жаңбыр жауып жатыр. Бізде күн жып-жылы. Қашан кездесеміз? Білмеймін. Сол сені ойлап бар бері, короче. Сен көрім кеп тұр, давай ертең кездесейік. Жарайды. Все, жарайды, давай, мен ұйықтайын. Осылайша аптаға бір апта салынды. Ринат өзімен бірге телефон алып қызымен бір апта бойы сөйлесті. Жеделдермен де, көшемен де грядканы ештеңені жинаған жоқ. Енді бір аптадан кейінгі оқиғаны көреміз. Так, бүгін мен қызыммен кездесемін. Так, опа. Сыртқа шыққаны. Мотоциклым аяқта. Ұрлап кеткен ба не? Еман. Так, грядканың бар. Грядканың су кәмін сасып кетті, отыра бер. Ауыстыру керек ет деп жүргенменде бір апта болып қайтып бұны. Так, жетелдер, қалайсың жетелдер? Так, Ринат, мұның жоқ қойсы қандай грядкаңды? Жуғанда, ертең жуам, Ертең етіп жүргенге бір апта болды ғой? Ертең жуам, Чо там, жетелдер, қалайсыңдар? Жақсымыз, өзің қалайсың? Жақсы. Сен де көшеге шығатын кезің бар екен ғой. Мотоцикл ұрлағанда сөзің вообще, мотоцикл ұрлағанда шармағын жоқ ғой неме? Құрсыншы, новый наласылам. Жеге бүгін, короче, мен қызбен кездесем. Қандай қыз? Сол бір апта бойы сөйлесіп жүрген қызыңмен жүр. Сол қыз ба?
қандай қыз ол түні бойы? Сәл қыз деген тірлігіңді істе. Ау, қызыңа бір звондап қойсаң болды ғой, жетеді ғой. Бізден жоқ қой қызбен сөйлеспей. Просто сендерге қызға қарамайды деп қойсаң, ё-моё, ары тұрыңдаршы сәл, құспаңдаршы. Короче, мақұл енді, бір кездесіп қайтайын, ары қарай көреміз ғой. Ертең бірақ обязательно жинаймын мынаның бәрін. Ринат, абайлашы, сол тұзақ болып жүрмесін. Басында талай нәрсе өттік, кішкене ойлан, сезуға жасайтын нәрсеңді. Все, рахмет ақыл кеңестеріңе. Мен онда жүрейін. Сәттілік, бірақ біз айтпады деме, абайлайсың ғой. Все. Так, бүгін мен қызыммен кездесем, гүлді қаяқтан тапсам болады. Мынаяқтан бір гүл іздеп қайтуым керек еді. Ана жақтан бір гүл көріп тұрмын. Бір гүл алып алып, қызыма барып, ойбой, қазір магазинде заттар алған, так адрес жібер деп еді. Так, ол көрші ауылда, қолыма гүл алдым. Болды, қазір мен онда қызыма барамын. Мотоциклмен барамын, мотоциклімді ұрлап кетті ғой, мынаяқтан да бір 2 ромашкалар алып салайын. Мотоциклімді ұрлат жерін. Жарайды енді, қызы ғой, үйлену керек еді маған да. Болды енді, қызыма барамын мен. Локация бойынша осы жерлерде. Бірақ мынаяқта ауыл көріп тұрған жоқпын ғой мен. Так. Чё, не понял? Аружан, осы жақтасың ба? Чё-то бұл Аружан дейді мен кездесіп, ойбой, оңашада, ойбой. Не білем мына аяқ, чё-то қызбен кездесін жерге ұқсамайды ғой мынау. Суда 8 аяқ жүр ғой мына жақта. Тауықтар жүр. Аружан? Чё, мен түсінбедім, мақұл, күтейінші енді. Бұл уақытта Ринат қызын күтіп тұрған кезде ауылға бір адам шабуыл жасады. Әрине ол кім? Видеоның соңында барлығын білетін боласыздар. Ринатты мен алдап кеттім. Так, оның ауылы мынау, қолыма динамит барлығын алып алайын. Динамит, так, алып алдым. Так, жетелер жүр екен аяқты, жетелер, қазір олардың сазайын мен беремін. Қолыма қандай пистолет алсам болады? Респаучный пистолет. Мә саған! Мә саған! Ей, мә! Так, нахман жақ кетеміз, ма. Жетелдер, қаяққа ашып кеттіңдер, ма деген, ма. Мен оны Ринат алдан қалды. Так, опа, ойбай. Мә саған. Олардың бат жоқ бідем. Мә саған. Мен Ринатты алдап кеттім. Ауылды өртейміз. На себе, мана. Опа. Мә. Жаңбыр жоқ кетіп қабат деген ауылды өртей алмай кететін болдым ғой. Бәрібір бақ, мен ақын барлығын жарып кетемін. Опа, мә саған. Мынауың ауылды жарып кетейік. Опа. Так, ауылдар бүкілін тезіп кетеміз. Бүкіл, мә. Нау Ринатты үй ғой, мен Ринаттың қазір үйін өртеймін. Грядка, нау Ринаттың грядкасы ғой. Ринаттың грядкасында мал жарып кетемін, болды. Мен Ринатты алдап кеттім. Сауап. Ё-моё, жаңбыр жауып кетті ғой, Аружанды келем дегенше Аружанды күтіп шаша бердің. Ё-моё, телефонды да жоғалтып алғансың ғой, бағана ұйықтап тұрамын деп. Так, ё-моё. Так, қалай жетіп алсам ба? Так, ағашқа жетіп ауылға жүгірмесем, айтпесе Аружан бүгін келмейтін сияқты. Жетелдердің бір телефонын ұстап алып, Аружанға звондаймын ойым, қаяқтасын деп, бәлкім әке-шешесі жібермей қойды ма, білмеймін оның барлығын. Так, ё-моё, жаурап та кеттім. Ауыл көрініп жатыр ма өзі? Ауылға да келіп қалдық. Так, опа. Ауылға да жеттім ау. Так. Не болып жатыр мына аяқтың барлығына? Ауыл? Менің үйім. Менің үйіме не болған аяқта? Айбөй! Лава. Так, лава, жауып тастаймыз. Менің үйіме не болып кеткен мына аяқтың барлығына? Жетелдер істеді ма? Жетелдер, мен сендерге көрсетем.
Жетел не болып жатыр мына жақта? Ринат біздің ауылымыздан жарып кетті. Ей, кімдер жарып кетті? Жетелдер ма? Жоқ, бір қыз. Бір қыз? Түсінбедім. Сен кетумен кеше қарай келді, біздің ауылды жарып кетті. Да ну, Гүлбану, жетелмен келем. Так, ё-моё, достар, барлықтарыңа жалынды сәлем, сендермен бірге. Бұл мен Ринат, қалайсыңдар достар? Ема, мен түсінбедім, менің ауылымда что-то бір түрлі нәрсе болып жатыр. Ой, ема, бір мезетте бүкіл ауылымыздан айырылып қалғанымыз қалай кетті мына жерде? Так, жетелдер, қаяқтасыңдар, жетелдер. Ема, аспан. Так, нақтың барлығы не болған? Айбай. О, жетелдер аяқта тұр. Жетелдер, не істеп тұрсыңдар ояқта? Так, көтерілем. Так, опа, ай, опа. Жетелдер, ей. Ринат, сен кезінде осыны жаңа тап болдық, білесің ма? Даны жетелдердің барлығын үйсіз қалды. Ей, күте тұрыңдар. Кім істеді мынаның бәрін? Аружан істеп кетті бұл. Аружан? Ема. Сені кездесуге шақырмақ болған. Сөйтіп ол сені басқаға кетіп қалған күтінді ауылы жарып кетті. Айбай. Мен сонда алданып қалған болып тұрмын ба? Иә. Мақұл, жетелдер. Азанға дейін бір жетелдің үйі сәл жарылмай қалыпты. Сол үйге барып паналаңдар барлығың. Ринат, айттық біз саған бармаш деп. Жетелдер, кешіріңдерші. Ауылдың барлығын енді маған жинау керек. Блин, телефон. Так, телефонда жетелден бір телефон алып алайым. Так, сообщение келді. Так, Аружанға звондайшы. Аружанның өзіме екен, өзіме еспеген. Так. Алло? Аружан, қалайсың? Жақсы, өзің қалайсың? Жақсы. Аружан, сен нечайны біздің ауылға келмеп пе едің? Мен келдім. Ах, оңбаған. Мен саған сендім ғой. Ема. Қоя салған нес мынауды. Масқара алдам қалдым мен мынаған. Енді мен ешкімге сенбеймін. Алмай. Жетелдеден де ят болды, білейм мен сұл Аружан үшін бір апта бойы. Ема, аны грядканың жинағында жоқ ма мен? Грядкамнан бассайыншы. Ё-моё. Аружанға қалай алдам қалмы білейін. Өмір-ай. Так, нақтың барлығын жинақ қойық енді. Ауылда жинауға да примерно бір дофига уақыт керек қой. Ема. Мақыл енді бір бұйырған болар. Моймаймыз, ауылды қайтан болды. Мен енді оған вообще сенбеймін. Кешірім сұрап келсе де келмесе де мен оған ешқашан сенбеймін. Достар, ема мен даже Аружанмен сәл көп сөйлескенде даже ютубқа да видео түсірмей кететінем ғой, блин. Қайта вовремя құртып кеткен дұрыс болды. Енді наның барлығын бізге қайтадан жинауды айтса, жетелдерден де масқара ят болды. Еба. Қатемді түсінем, ауылдың барлығын жинап шығам. Ешқандай қиындық жоқ деген ойдамын ауылды жинау. Осыған дейін талай грифелер бізді тонап кеткен. Менің бірақ үйім наның түрін қараңдаршы достар. Айбай. Жетелдерге барып сұрап келейінші. Жетелдер, қарындарың ашпаған жоқ па? Қашындаршы. Жоқ, ашқан жоқ. Жетелдер болды маған ашыламаңдаршы. Болды енді мен күнді көшеге шығамын, күнде грядканы жинаймын, болды. Кешіріңдерші мені. Ринат, біз сені кешіреміз. Бірақ пендеміз ғой барлығымыз. Бірақ сен енді ондай қыздармен сөйлеспеші. Болды, енді ешқандай қызбен сөйлеспей, өзімнің тіршілігімді жасап жүремін, подписчиктерге видео түсіремін. Красавчик, Ринат, біз сені қолдаймыз. Красавчик. Жетелдер, сендер маған сенсеңдер болды ғой, ауылдағы жалғыз достарым сенсіңдер ғой, көрдіңдер ма? Бір қызға жазып қалып ем, алданып қалдым. Ондай болып тұрады. Ондай болып тұрады ғой. Жетелдер, бүйтейік, барлықтарыңа су анауны алып берем, ауылды, жинай берем, аха. Ринат, біз саған бір бәле айтуымыз керек. Не болды? Сенің мотоциклыңды Аружан ұрлап кеткен негізі түнде. Сен оны қаяқтан білесің? Ол түнде мас киіп алған. Сол кезде ұрлап кетті. Бірақ саған айтуға батылым жетпеді өйткені. Сен бізден көресің ба деп. Ё-моё, еще ол менің мотоциклымды ұрлап кетті ма?
Гриферші қызға алдам қалғаным дұрыс болмады. Енді қыздармен сөйлесетін кезде ешқандай свиданияға бармаймын. Ауылы как балошны голем, анау мынау қойып кетіп бармасам, әйтпесе менің жан жағымда дос болып жүріп, жау болып кететіндер көп екен. Так, біз ветродан былай алып алайық. Так, су осындай көп алып аламын. Жетелдер шөлдеп қалыпты. Грядкаға да көп керек болып қалады. Сондықтан мен ауылға сәл ремонт жасауым керек. Достар, сендер де мені ренжімеңдер. Мен қайта оружиемен көп сөйлеспедім, әйтпесе мен даже ютубқа да видео салмай кететін едім. Оның кесірінен қайта тезірек есімді жинағаным дұрыс болды. Так, церковьті жарып кетпеген ой дейме? Походу церковь жарып кетпеген, қалғаның барлығын жарып кеткен. Біздер нақтың барлығын қазір дұрыстайтын боламыз. Все. Ауылды аман есен бітірдік. Барлығы жақсы, барлығы ойдағыдай грядкаларда нормально өсіп қалды. Жетелердің барлығы нормально. Ема. Мен енді алдындағы жасаған қателігімді енді ешқашан жасамаймын деп шештім. Құрысын барлығы ұрып кетсін. Енді біздер дейтін өзімізді қу тіршілігімізбен айналысып, видеомды түсіріп жүре бермесем, ато алдында жалмауыздар көп екен. Біздің ауылды құртпақшы болған. Оған көзім жетті. Ана грейферші қыз оңбаған. Мен оған сеніп жүрсем, ё-моё, таза. Ай, қыз ғой, қанша дегенмен боқтайын десем, жарайды енді. Жетелдер, ауылдың барлығы тып-тыныш, нормально болды. Қазір енді мен големдер шақырып келем, ауыл как болады, зачтан орнатамыз. Болды, Ринат, мыса, сенеміз. Красавчик, жетелдер, болды, мотивация. Големдер шығарам мен қазір ауылға. Полный ауылға зачта қойып тастаймын. И мен қалаға кеткен кезде ауылды големді құтқаратын болады. Қандай да бір проблемалар шығып қалуы мүмкін. Сондықтан біз ауылымызға големдер қойып тастаймыз. Так, village, так, визер, так бұлар емес. Village голем, вот голем шығардық. Так, енді бұны алып алайық біздер. И біз мұнайға достар көп ауылдың шетіне қорғайтын голем салып тастаймыз. Олай. Так, опа, сендер дайте достар, арнаға тіркеліп кетіңдер. Алла қаласа, мың подписчикке жетіп қалдық, маған ылық тиіп жатыр что-то. Так, ауылдың шетіне, енді ауылдың артына бір големдер жіберейік. Так, опа, былай. Так, грядканы жинап тұрыңдар, грядкаға қарап тұрыңдар, големдер. Так, ауылды осылай біздер, шеңбер қылып големдер қойып тастаймыз неға. Так, големнен ол грифер ұшып келсе не болады? Мен, идея таптым. Так, жетел. Бізде главный жетел қақта. Жетел, бүйтеміз. Ауылға егерде біреу гейм модпен, яғни админерге айтып, мен сияқты креатив алатындар бар ғой, соларға, төтеп беру үшін мен мына церковьтің басына автомат қойып қоям. Сен сол автоматпен барлығын как минимально қырып отырасың, түсінің ба? Болды, Ринат. Все, мен онда церковьтің төбесіне барып, сондай автомат жүйелер қойып келейін. Так, церковьтің төбесіне біздерге не керек? Церковь төбесіне осындай қойып қояйық. Және де біздер так, базука, мынандай, так, щит и автомат қойып қоямыз. Так, неғып бізге сундук керек болады. Так, сундуктың ішіне бәрін салып қоямыз. Так, сундук жоқ па не жақта? Так, сундук. Так, автоматы, так, маған керек. Все, шелемін барлығын. Вот базука, біздерде базука достар. Примерно аяқ атып көрейік. Так, мә саған. Так, көрдіңдер ма? Ағам жұрт жүрет. Так, базука сап қойық. Все. Енді, так, неға, нен сау жүрмей ме? Біз неға, так, болмай ма не неға? Болады екен. Осындай, на всякий случай дейтін әңгіме қойып қойық. Так, былай и былай. Все, жақсы болды, церковьтің төбесі нормально. Ауылдың төбесінде и өзімнің үйіме де қойып тастау керек ондай нәрсені. Так, былай. И былай, ауылды полный големдермен қоршап тастадым достар. Енді ана грейферша кесе болды. Оған вообще шан жоқ. Жетелдер, солай ма? Солай! Красавчик жетелдер. Болды. Онда мен жетел грядкаларымды жинап алайын бүгіндікке. Опа, ауылдың барлығы өте тамаша болды. Так, осыны бәрін жинап тастайық. Суын ауыстырдым, так, жаңа ғана. Тап-таза грядкам. Големдер кәдімгідей адам бір шет адамдар көрсе, өзі ондай жүйе орнатып қойдым. Големдер сразу атака жасайды, барлығы жұмылып тұрып атака жасайтын болады біздерде. Енді мен үйімнің ішіне кіріп көрейін. Так, ноутбуктардың барлығы тұр ғой, қаладан бағана азғанда, ерте бар қаладан әкеп қойған барлығын. Все, барлығы нормально, барлығы тұр. Болды.
гриферша қыздарға енді біздер алданбаймыз. Осылайша біз болдық, ауылымызды қоршап, енді ешқандай нәрсеге алданбайтын боламын. Давайте Құдай қаласа оның подписчикке бірге жетейік. Давайте, достар.